пожалуйста, алданам тиіп қойды, мен жасыратым жоқ, айттым, мен таксистпін дедім. Таксовать етем, бала шағамды асырап отырмын бе? Сүртті 6 адам дейді, мен айтам, қалай түсіремін? Сүртіп тастайсың дейді, жоқ дейді. Бір бала елегесіп тұрып біреуге соқты, оны жіберіп қойды. Бәрімізді өттік сосын, мен адам жүрмеймін. Қалай қаңғытам мен ана клиенттерді? Қалай қаңғытам? Енді қарасаң, қазір қарасаң, бір бала алады да, авария жасап отыр. Ол адамның кінәсінен ғой деймін да. Правый руль майшада емес, адамның кінәсінен. Хамринг авария жасап жатыр, естимаңдар жасап жатыр, левый рулінде грузовойыңда, например, авария жасап, жол деген таптар, фура деген тіркеліп алады бір-біріне бейді. Өші жол бермейді ғой. Потом үкімет деген бар ғой, адақа үкімет жолда әпәдемек жасау керек. Жаңыз тек бір косяк жасап қояды, қалтық сат сұпқан ауа келеді. Правый руль болып тоқтатыңдар. Бір басшылар отырады да осылай. Bir işini şarat bitti. Alsınlar. Salınat Atırı'da sür. Malda da ayıp olatan çok. Енді өз жерінен тыңдай жігіттер. Бағанағыда сендерге мен түсіндіріп айтып отырғам, статистиканы айтып өттім, бірақ енді бәрі біліп отырсыңдар, тек соған байланысты шыққан. Ол баяғыдан бар нәрсе ғой. Енді мына жерде мен алдында айтып өтейін, алдында болдыңдар ғой, как раз Алмалыда жиналатындар. Ол кезде бәріміз келістік те, бана нарушение жасамай, бәрін түсіндіріп айтып керек емес жігіттер, бана нарушение жасамайды тұрасың. Все болды, бәрі кеттік. Мен ол кезде енді регистрация ештеңе болған жоқ, мен өзім спецмашинам кетіп баратым. И полный сол машиналарға көріп тұр полосаны, жоқ, бана айтылған қайда қалды деп ойлаймын да мен. Енді жақсы сол жер ол өткен. Мен сол кезде де айттым мен. Түсіндім мен, Адрек, ол бір сағат ішінде жол жоқ бізге, бұл жерде бізде жіктесін. Бізде бандай біз ультиматуарда қалыптың осы отырған. Бұл күл таксист балдар ғой. Нарушение жасап ұстадың ба, аяма. Проблема жоқ. Аяма. Мен ұстадың ба нарушение, аяма. Проблема жоқ. Заң алдында жауап береміз. Заң нарушение. Заң бәрімізге бірдей. Бірақ енді бала шаға асырап жүрген балдар ғой, бір кредитте қалай ол таксовать етпейді? Өзің ойлашы. Ертең Ақтау шығады, например, қысады. Орал шығады, жан-жақтан лишний бертек волокиті ғой. Былай қарасаң. Изначально қойды. Бұл конструктор кірді ғой өлде. Кіргенде басшылар не ойлады? Бұлар кіреді ертең, міне ақша қояды, бұлар таксовать етеді. Қатер қауыс болады правый руль. Изначально вообще қарсы қойып тастау керек, кіргізбейміз болды. Кейс міне мен. Болмайды правый руль. Алматыда толып жоқ правый руль. Қазір мына жерде бәрі халық бар ғой. Если правый рульді бізді таксовать етуге конкретно кіріп қалатын болса, Қазақстан бойынша правый алып тастайды. Мен сонда машинамды аламын деп. Гарантия мен сөз. Так деп Қазақстан бойынша полный правый рульді тиіп тастайды. Бұл жерде болатын нәрсе жоқ. Адаға сені Адақа мұсылман адам білесің прекрасно. Тағдыр ғой ол деген. Тағдай тұрсын, бәрін түсініп отыр. Енді заңға қайшы келмейік болды ғой. Қайшы емес, біз заңға қарсы жатқан жоқпыз. Заңға қайғы жеткізіп жатқанбыз. Бізге рұқсат берің деп ше, жүрейік біздер, нантабайық. Енді бір адамның аяма, заң бұзды ма, аяма, пожалуйста, толтырсын, штрафын жазсын. Пожалуйста. Капитал деген штраф деген ұрып жатыр ғой енді. Төлеп жатыр. Алматыға бір барып келеміз, 100 мың, саған өтік мың, 100 мың, 90 мың, 60 мың штраф төлеп жатыр. Келеді міне штраф. Спина аннан сыртты қалып жүреді, айтыр. Деген істеп жатыр, бірақ сонда да альхамдулилля құрсыншы. Қайыр деп төлеп жатырмыз. Бірақ енді тақалып келгенде правый руль, давай отбой деген қалай кетті. Не үшін алдық біз бәлеммен 5-6 миллион қалды осы машина. Анадан қарыз қалды, мынадан қарыз қалды. Өтпейді ғой бір жақсы. Өтпейді қазір сен сатсаң колесода толық альфа, тест дейма, бәрі 2 миллионға сатып жатыр. Ипсумдар 2 миллион жарым қазір. 4 миллионға 5 миллионға қалды. Просто андай, мағадай пикарный бар, мағадай андай жайлап бизнес бастап жатқандар алып жатты.